Социальный эксперимент қой. Социальный эксперимент. Мына біздің сыйлығымыз сізге. Оның ішінде жай намаз бар. Біз ана Өзбекстан флаг жерге қойып қойдық, елдер ала ма екен, көтере ме екен. Қай ел болса да оған ғой деймін. Күштеп. Өзбекстанның флагы ғой. Бұл социальный эксперимент. Мына сізге сыйлық. Оның ішінде жай намаз бар. Жақсы. Өзбекстан, бауырларды сіздер жақсы көреміз. Ассалаумалейкум жігіттер. Ассалаумалейкум. Спичка ма, зажигалка бар ма? Ну, как раз. Тауып едім ғой, бір флагты. Соны өртеп жандырайын едім ғой. А? Жай, просто нашел, тауып алдым. Досым дұрыс емес ол. Неге? Құрмет қайда? Бұл негізі қара. Просто егер саған түсіндіретін болсам, бұл Өзбекстан мемлекеті. Я, вроде Өзбекстанка. Дәл біздің де осындай туымызды құрмет көрсетіп, наоборот, көрсетпей жағып атқан ол дұрыс емес санаймын негізі. Не тұрады енді, жерден тауып алдым олай, жандыра салсам. Жерде жатса да, бірақ зачем? Өзбектерге, біздің ағайындарымыз ғой өзбектер. Иә. Оларға құрмет қайда? Если олар да біздің флагымызды өртпен сондай істесе. Білмейміз ол, может, олай, может, өрте жүретін шығар, может быть. Какая разница? Иә. Сен мүмкін ұқпай тұрған шығарсың, бірақ провоцировать етіп осылай істегің келіп тұрған шығар. Бірақ мен саған адамша айтып жатыр. Дұрыс емес бұл тірлік. Не істей оны, лақтырып тастаймын мусорға. Лақтырма. Әкел маған бере сал. Мен оны қай жерге қоятын жерін тауып қоямын. Өртеудің қажеті керек емес. Просто құрмет керек болады. Құрмет? Жоқ, құрмет бар ғой, просто айтқан ойладым да, тауып алдым жерден, может, лучше өртеп жүрген жақсы шығар деп. Просто егер қара. Жерде жатқанша деймін да. Жерде жатса да, просто скамейка қоя сал и все. Просто қоя сал. Бірақ жыртып, провокация істеп, өртеп. Жоқ, наоборот, ойлағанмын, жерде жатқанша өртеше салам ба деген ғой, жай ғана. Жыртып. Наоборот, еще хуже істейсің. Просто бір адамдар мысалы айтқанда мен өзімнің ойымды, ұққан ойымды, білгенімді позволить ете алмаймын саған. Бұны кешір, дұрыс емес тірлік. Сөзбен сөз түсінетін шығарсың. Конечно, дейміз, иә. Болды. Егер жоқ, жай ғана ойлағанмын да, мен просто да. Жаман ойда емес. Жай отқан адамдардың бір мнениесін білгің келсең, біз осындай енді ондай істей алмаймыз, кешір. Тәрбие деген нәрсе бар. Жоқ, дұрыс қой, ойлаған жоқпын да, жаман дұрыс емес деп просто алдым, жерден тауып алдым да, может, өртей салайын, может, жерде жатқанша дедім да, тем более. Дұрыс, түсінем, ойлапсың. Енді бірақ біз айтқан сөзді ұқтың ғой досым. Дұрыс емес. Дұрыс. Сол үшін міне, енді жақсылап. Жақсылықтар. Ондай қадамға брат. Біз әбет жаман ойда болған жоқ, просто өртей салам болды ойлағам ғой. Все досым. Біз сені түсіндік, бірақ болмайды олай. Все, хорошо. Мүмкін басқа сұрақтарыңыз болады. Жоқ, басқа сұрақ жоқ, шопа керек болды. Просто ағайын болып. Жоқ, сыйлаймыз Өзбекстан. Дұрыс қой, ондай жаңағыда Өзбекстан, өзбек бауырларымыз ондай ешқандай не жоқ. Басқаша қараған, если біздің флагымызды біреу өзбек немесе ұйғыр өртеп жүрсе, мысалы жыртса, провокация істеп, бізге приятно болады ғой. Дұрыс қой, конечно. Олар сыйлайды. Бауырымыз қой. Сыйластық болу керек. Все, біз әбет жаман ойда емес, ойладым да, өртей салайын жерде жатқанша деп ше. Негізі дұрыс емес шығар. Адамдар болады, бірақ дұрыс емес понимание. Жаман адам деген жоқ. Жаман іс білмей істеп қалу, ол да негізі дұрыс емес. Білмеген нәрсеңді біліп алған. Адамдардан сұрап, есі білмесін. Сөз жігіттер, адышы. Жақсы, біз әбет. Өзбек қазаққа қарағанда діншіл ма? Діндар ма? Діні жоғары ма? Сенімі ма? Халықтық пайыз ретінде. Тәжікті алайық, түрікті алайық, осы 3-4 халықты алайық. Діндар ма дейсіз ба? Діндарлығы жоғары ма қазаққа қарағанда? Қазақ бәрінен асып кеткен сияқты. Жоқ. Өзбек халқы, түрік халқы, мешіттер санынан ағала беріңізші. Мешітке барған жамағаттан ағалыңызшы. Бізге қарағанда діндар. Қай жағын алсаңыздар. Қазақ жете алмайды оған. Бүгінгі таңда жете алмай тұрмыз. Енді түрік халқы жоғалып кетті ма? Өзбек халқы тақиясын шешіп лақтырып, арабша киім киіп алды ма? Өзбектің ұлттық тілін жоғалтты ма? Жоқ.
қайта күшейтті, шапандарын реттеді, арабша киімдері бар болғандарын шештірді, сақалдарын өзбектің ақсақалы күйіне келтірді. Біздің ақсақалдарымыздың көпшілігі саунада жүрсе, моншада сенбі-жексенбі күні парилкадан шықпаса, қатын көрсе қоласа, сол ма? Бата бер деген кезде батаның атамыздың сөзін дұрыстап құрай алмаса, қандай ақсақал болады? Өзіңізді көріп қаласыз кейде. Арақ ішіп домалап жатса, қандай зиялы қауым болады? Сол үшін мен өзім ойлаймын, біздің жастарымыз нағыз ұлт жандылықты ұстайтын осы дін. Ата бабамыз, біздің қазақ халқы дінге зорлықпен кірмеген, басқа ұлттар сияқты. Аталарымыздың даналығы таңдап алған діндердің ішінен. Таңдап алғанбыз, сүйіп алғанбыз біз. Құдай да бізді сүйіп берді бұны, біздің қазақтар сүйіп соны қабылдады. Міржақыптарымыздың, абай аталарымыздың, басқа да бөлтірік би, шешен, жиренше батырдың барлығын сөз руханиятты қамтып тұр ма? Қамтып тұр ғой. Діннің тікелей бұйрығын қазақша түсіндіріп берді бізге. Болды. Енді солардың бәрі ақымақ болып, бүгінгі біздің ұлт жандымын деп өзін көрсетіп жүргендер, бұл нағыз ұлтқа жанашырлық діннің, елдің жаулары бұл. Ұлт жандылық сезімін теріс арнаға салып жібергісі көбейтіндер көбейіп жатыр да. Мысалы жаңағы дінді ортаға қойып, міне сен дінге кірсең, сен мынаны жоғалтасың деп өткенде бір тиктокта қойдым, бір кісінің сондай сөз естіп қалдым. Бағана кісінің өзін қазақылық сөзден, аталық сөзден бұғауызында бір сөз жоқ. Екі сөздің бірі бұғауыз, ұлт жандылық соны көрсете ма? Біреудің жаңағы қарғап, боқтап, аузына ақ ит кіріп көк ит шығып жатыр. Сонда оның өзі қазақи бұғауыз болса мейлі ғой. Орыстың сөзін боқтап жатыр. Сонда сөз сондай аузы бұлапыт болған адам қазақты жарылқай ма? Елді жарылқай ма? Ұлтты жарылқай ма? Оны тыңдап отырған 100-200 оқырман жастар тыңдап отыр соны. Соған сондай адамдар жүрге бере ме? Бұрынғы аталарымыз аузынан сөз шықпайтын еді. Шықса керекті, ұлтқа керекті, ертең тарих болып қалатын сөздерді айтатын еді.